бүгін енді бір ерекше екен ғой. Біздің дәстүрлі жылдан-жылға асфальтылып жатқан мынау қайырымдылық және демеушілік бағдарламасы жөніндегі Маңғыстау жұртшылығының алдындағы есебіміз. Бұл бүгінгі жиынның бір ерекшеліктерінің бірі, бұл сіз өзіңіз келіп отырған Назарбаев интеллектуалдық мектебінің өкілдерінің, оның ішінде оқушыларының қатысуы, соның арқасында бұл ерекше өтті деп ойлаймын. Себебі мына өте дарынды, өнерлі балалардың өнерін көру өте үлкен әсер береді. Оның ішінде олардың өнеріне бір септік болып көмектесіп жатқан жағдай болса, ол одан үлкен мәртебе. Сондықтан бүгінгі мына ұйымдастырып отқан көрмелеріңізге өте ризамыз. Тамаша жұмыстар, сіздерге творчестволық сәттілік, табыстар тілейміз. Осындай дарынды балаларыңыз көбейе берсін, жалпы еліміздің дарынды балалары көбейе берсін болашақ үшін.